Барлықтарыңа сәлем, сіздермен бірге мен Нұрлан. Бүгін біз сіздерге Мерейдің бетперде әніне обучение түсіретін боламыз. Яғни біз бүгін укулеле мен Мерейдің бетперде әнін үйренетін боламыз. Ендеше кеттік. Бізде бұл өлеңде 4 аккорд қолданылатын болады. Ол А, М, G, Д, М, G. Біз қазір оның қалай орындалатынын үйренетін боламыз. Ең бірінші аккорд бізде А, М аккорды, ол бізде екінші ладтың 4-ші струнасына қойылады. Екінші аккорд ол бізде G аккорды, ол екінші ладтың 3-ші струнасы, және де екінші ладтың 1-ші струнасы, сосын 3-ші ладтың 2-ші струнасына қойылады. Үшінші аккорд ол ТМ аккорды, ол бізде 1-ші ладтың 2-ші струнасы, 2-ші ладтың 4-ші және 3-ші струнасына қойылады. Және де соңғы аккорд жаңа біз үйренген G аккорды, ол бізде 2-ші ладтың 3-ші струнасы, 2-ші ладтың 1-ші струнасы және де 3-ші ладтың 2-ші струнасы. Осылайша біз өзіміздің аккордтарымызбен танысып алған болатынбыз. Енді біз қағыстарына, яғни бойға көшетін боламыз. Бізде қағысы былай болады: төмен, төмен, жоғары, 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 төмен, жоғары. Көріп тұрғандарыңыздай ондай қатты қиындылық жоқ деп ойлаймын. Сіздер 1-2 күн тоқтамай дайындалсаңыздар, оңай және профессионалды түрде үйреніп алатын боласыздар. Ендеше мен сіздерге өзім текстпен қосып қалай тартылу керек екенін көрсетейін. Бір өкініш, бір баспана, сырыңды айттың бір сәтте сен жасқана, артыңа қарамай сатылдың басқаға, енді есерсің өкпемді мына таспадан. Сен кетуге болдың жылдам, жасадым 11 қадам, қаламадың сенің кеткеніңді. Мен болдым сезіміңе алдам, бірақ сезімің сенің жалған, көрсеттің тек қана бет-пердеңді. Достар, осымен біздің видеомыз бетперде әніне обучениеміз аяқталды. Сіздерге осы видео ұнаса, лайктарыңызды басып, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Және де тағы да қандай музыка айтқанымды қалайсыздар, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Нұрлан. Ендеше қош сау болыңыздар.